Қайырлы күн, құрметті біздің YouTube арнамыздың көрермендері. Бізде тарих толк деп аталатын подкастымыздың кезекті шығарылымын сіздің назарларыңызға ұсынып отырмын. Бүгін біздің қонағымыз өңірімізге танымал волонтер, тәжірибелі волонтер десек те болады. Біздің волонтерларымыздың сондай бір жанашыры, ансар волонтерлік тобының негізін қалаушы, жетекшісі, бізде қазіргі таңдағы өте айта берсең, тізбектей берсең негізі ағайдың атқарып жатқан қызметі көп. Десе де біз үшін жай ғана ол біздің ағайымыз Еркебұлан ағай. Әлде андай не қылып таныстырайын ба Еркебұлан ағай? Еркебұлан ағай бізде Тағанов Еркебұлан Серікұлы, иә? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қалайсыз, амансыз ба? Жағдайыңыз қалай? Бәрі жақсы. Шақырғандарыңызға. Бұл енді бізде ерекше формат. Бұл жерде енді білесіз ғой, жастарға арналған, волонтерларға арналған жоба. Сондықтан бұл жерде шортс подкаст деп аталады. Яғни қысқадан нұсқа сұрақтарымыз бар. Бір-екі сұрақтар, соған қысқадан нұсқа жауап берсеңіз болады. Енді біздің бұл подкаст негізі тарих KZ Ақтөбе тарихын бірге жаңғыртайық атты жоба аясында жүзеге асып жатыр. Енді бізде тарих және мәдениет салаларындағы волонтерлік дамыту бойынша бізде енді жастарға ақпарат беру мақсатында, өз тәжірибемізбен бөлісу мақсатында осындай подкастымызды жүзеге асырып жатырмыз. Енді бірінші өзіңізді таныстырып өтіңіз, жалпы волонтерлік тәжірибеңіз қалай басталды, қай жақтан басталды? Бізге әрине оның бәрі қызық деп ойлаймын. Жалпы жобамен таныстырып өткенде, енді Таганов Еркебұлан Серікович қазіргі таңда Ақтөбе облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет лекторымыз, одан бөлек Ақтөбе облысы бойынша волонтерлік сала бойынша тренеріміз, айта берсек ақпарат өте көп. Жалпы қысқа нұсқа волонтерлік тәжірибе 13 жыл менде. Енді волонтерлікқа алғаш келгенім ол осыдан 13 жыл бұрын мен бір апай маған көмектескен болатын. Сол кезде сол апайдың көмектесуінен кейін менде жалпы басқаларға деген көмектесу ойы туындады. Содан бастап кәдімгідей уақыттың қалай зымырап өткенін байқамай қалдым, шыны керек. Енді қазір бізде аға буын болып қалдық қой. Бірақ біздің алдымызда аға буындар өкінішке қарай болған жоқ. Волонтерлік сала бойынша біз ол волонтерлікті бастаған кезде жалпы волонтер деген ұғым мүлдем болған жоқ. Ол жерде ерікті түрде қоғамдық жұмысты атқарып жүрдік. Қай жерде бүктеме тарату керек болады, сол жерге таратып жүрдік. Әйтеуір азық-түлікті де апарып жүрдік. Әйтеуір жалпы қоғамға пайдамызды тигізіп жүрген жандар едік сол кезде. Керемет. Жалпы енді ансар волонтерлік тобы қалай құрылды, сол жайында айтып өтсеңіз, или сізге дейін ол құрылған шығар мүмкін. Жалпы ансар волонтерлік тобының тарихы бізге қызық. Өйткені енді бірле жарым несі бар ол кісінің тарих, әр заттың өзі тарихы бар ғой, сол сияқты. Жалпы ансар волонтер тобы 2019 жылы 1 наурызда алғыс айту күніне орай құрылған болатын. Ол топты құрушылардың негізін қалаушылардың бірі Жандос деген азамат болды. Және де бұл ансар тарихын атап өтетін болсақ, жалпы Ақтөбе облысында дін істер басқармасына қарасты ансар ақпараттық талдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекеме бар. Сол кезде сол мекемені басқарған Жаншин Нұрсұлтан Берікұлы. Сол кісінің бастамасымен және де осы Жандос бауырымыз бар, сол кісілердің қолдауымен ары қарай осы топ ашылған болатын. Мен бұл топқа 2019 жылы кірдім, волонтер ретінде кірдім, жалпы көрдім әлеуметтік желіден. Одан бөлек енді жан-жақтан ақпаратты естігеннен кейін сол топқа кіргенмін. Бірақ 2020-дан бастап ары қарай менде жетекшілік ретінде де болып кетті. Ең алдыңғы қатарлардың бірі болдық. Қазір енді топқа да бұйырса 7 жыл болады, амандық болса. Енді қазір сол ансар волонтер тобының жетекшісімін. Одан бөлек қазір енді қарамағымда жастар бар. Жалпы осы волонтерді қазір басқарып жатырған жағдайым бар. Керемет. Енді тақырыпқа тағы да оралатын болсақ, бізде тақырып енді тарих және мәдениет саласындағы волонтерлікті дамыту ғой. Бізде енді қайырымдылық саласындағы волонтерлік бар, жас сақшы бар бізде, қоғамдық тәртіп саласындағы волонтерлік, экологиялық саласындағы волонтерлік, медициналық саласындағы волонтерлік бар. Енді тарих пен мәдениет саласындағы волонтерлік бізде енді кенде қалып жатыр, Сол себепті де біздің жобамыздың негізгі мақсаты сол, яғни өңірде осы бір салалардағы волонтерлікті дамыту. Ол жай ғана дамытып қана қоймай, яғни
кәсіби тұрғыдан дамыту. Волонтерлық негізі кәсіби тұрғыдан көбірек Иә. бізде көбіне жаңағы қайырымдылық пен волонтерлықты шатыстырып жатады ғой ше, Мгм. жаңағыдай. Сол сияқты жоқ, бізде негізі қайырымдылық емес, бізде волонтерлық. Яғни елін, жерін сүйетін, жаңағы ел мен жерін, жаңағыдай мәдени, тарихи ескерткіштерін жақсы көретін волонтерларды Иә. дамыту, оларды қолдау, оларды жаңа білімін арттыру деген сияқты түрлі бағыттар бар ғой. Енді қалай ойлайсыз? Қазіргі жастар волонтерлар, жастар волонтерлар тарихқа, жалпы тарихи мәдени ескерткіштерге қызыға ма, жалпы оларды білуге, жалпы сол көзқарастар қандай? Сіз енді аға буын ретінде осыған қаншалықты баға бересіз? Жалпы сіз жаңа өзіңіз айтып отқан тарих жобасы бойынша біз өзімізде жастарды алып барған болатынбыз. Қобда ауданындағы Қобыланды батыр мемориалдық кешеніне. Сол кезде кәдімгідей жастарымыздың біразы таңғалып жатыр. Ағай, бізде осындай жерлерде бар ма не деп. Шыны керек, бізде тарихи жерлерге қызығушылық танытатын жастарымыз бар, жоқ емес. Бірақ бізде өкінішке қарай, жаңа өзіңіз дұрыс айтып өттіңіз, жалпы мына тарихи волонтерлық деген бар ғой бізде. Енді бұны негізі волонтерлық тілмен айтатын болсақ, этно-волонтерлық. Шыны керек, этно-волонтерлық бізде қарқынды дамып жатқан жоқ. Бізде бәсен, өте бәсен. Мен осы этно-волонтерлікті қатты дамытып жатырған Айболат деген ағамызды білем. Егер қателеспесем, Ақтау маңайында, сол жерде волонтер қызметте жүр. Енді жасы 40-тан кеткен ағайымыз. Сол кісінің кәдімгідей бірнеше гранттық жобаларды ұтып алғаны, сол осы тарихымызды тереңірек осы халыққа жеткізу мақсатында жүргізіп жатырған жұмыстарын көрген кезде өзім де таңғалғаным шыны керек. Енді бізде бұл үрдісті ары қарай қалыптастыру үшін шыны керек мейлінше бір аға буындар араласса деген үлкен бір нем бар. Және де аға буын жастарға түсінікті тілмен жеткізсе. Сол арқылы қазір енді аға буындар осы әлеуметтік желіге белсенді болса, сол арқылы жастарымыз көрсе, біраз қызығушылықтар оянады. Және де мына осы жерде айта кететін бір мәселе, жалпы кешегіде бірге барып жүрміз ғой, осы тарихи жобасы бойынша. Мен шыны керек, бұл тарих жобасы басталған кезде қатты қуанған адамдардың бірімін, өйткені бұл жобада жалпы жастарды қамту бар екен, волонтерлерді қамту бар екен. Сол кезде кәдімгідей біраз таңғалғаным бар. Шынымен де мынадай жобалар неге біздің облыста бұрын болған жоқ деген секілді. Бұл жобаны жалпы жүргізіп жатырған өзіңізге көп рахмет. Жалпы жастарда қызығушылығын оятып жатқаныңызға. Әлі де алда осындай жоба көбірек болса мен қатты қуанамын. Әрине, бұл жоба менің ойымша шынымен де жастарға қажет. Және де бұл әр жыл сайын қайталанса да біз қуанамыз. Әрине, ол жалғыз енді қаржыландыруға да байланысты, кейде ол жергілікті жаңа нелерге де байланысты ғой. Көп рахмет, құрметті Еркебұлан аға дейміз ғой, енді сізді аға деп сыйлаймыз. Сондықтан біздің подкастымызға уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Білеміз, жылдың соңы есеп беру, есеп тапсыру, ондай қыруар жұмыс кезінде осындай бізге алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіздің өзі біз үшін үлкен қуаныш. Рахмет. Сізге көп рахмет. Ал құрметті біздің подкасттың көрермендері, сіздерге де үлкен алғыс білдіреміз. Егер біздің подкастымыз соңына дейін тыңдасаңыз, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Келесі подкастта кездескенше сау болыңыздар.